Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін менімен бірге осындай өте керемет пирог дайындап көріңіздер. Өте жылдам дайын болатын десерттердің бірі. Ең алдымен құрақ ыдысымызға құрақ заттарымыздың барлығын салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Ең алдымен шекерімізді, ұнымызды елеуіштен өткізіп, міндетті түрде елеуіштен өткізіңіздер. Одан кейін какаомызды да елеуіштен өткізіп саламыз. Төменге не керек барлығын жазып өтемін. Үйде бар заттардан жарты сағатта дайын болатын өте керемет тәттілердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді қопсытқышымызды саламыз. Барлығын міндетті түрде елеуіштен өткізіп алыңыздар. Түйіршіктері болып қалуы мүмкін. Қасығымыздың көмегіменен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, біркелкі болды. Енді екінші құрақ ыдысымызға ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Оның үстінен жарты бокал сұйық майымызды құямыз. Ешқандай таразы, жұмыртқа, миксер қажет емес. Екеуін араластырып, енді жаңағы араластырып алған құрақ өнімдерімізді 2-3 бөлікке бөліп араластырып аламыз. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі массаға енді табамызға пергамент қағазымызды төсеп, лопатканың көмегіменен дайын қоспамызды құйып, біркелкі етіп жайып аламыз. Мінекей, енді қызып тұрған пешімізге салып аламыз. 5-10 минут көлемінде дайын болды. Сіздер де міндетті жасап көріңіздер. Мінекей, пирогымыздың бетіне өз қалауларыңыз бойынша осындай лакомка зубчонкасын қолдандым. Аздап қана құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан да тәтті дәм беру үшін. Тәтті жегіңіз келген кезде демде дайын болатын пирогтардың бірі. Ас болсын. Қолдауларыңызға рахмет.